Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамағат, баршаңызды Мұхаррам қасиетті аймен құттықтаймын. Бұл мұсылмандардың жаңа жылы болып есептеледі. Алла тағала мүбәрәк етсін. Жалпы Ашура күні келе жатыр. Бұл Ашура күні Мұхаррам айының 10-ші күні болып саналады. Бұл күні ораза тұту керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл Ашура күнінің оразасын басқа нәпілдерге қарағанда артық санаған. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бұл күні Мұса алейхиссалам Фирғауынның әскерінен өзінің халқымен қашқан кезде Қызыл теңізді қақ жарып, Алла тағала сол күні Мұса алейхиссалам мен оның қауымына Фирғауыннан құтылатын жеңіс күнді нәсіп еткен дейді. Ол тарихта бар, оны біз жақсы білеміз. Енді Ашура күнінің оразасын біз қалай ұстаймыз? Мұхаррам айының 10-ші күні Ашура кіретін болса,